сіздермен бірге мен мисс Бална. Достар, мен бүгін слайм жасаймын. Енді бұл видеом бірінші рет, яғни осындай видео бірінші рет болып тұр. Онда кеттік. Ең бірінші осындай біз контейнер алдым, яғни осындай араластырғышымен бірген. Оған біз осындай бұва желімін қосамыз. Міне осылай қосып алдым. Әзірше араластырмай тұрайын. Одан кейін біз оған кішкене ғана цвет қосатын боламыз. Міне осындай гель для душаны ыдысына жасап қойған фаберлік көк түсте. Енді қосып. Вот осындай. Қазір енді қосамын. Сіздерге қатты жабық болып тұр түсі, бірақ мына жерде ашық болып тұр. Енді біз оған не қосайық, шампунь қосайық. Достар, мен осындай бір палмолифті қосайын деп жатырмын. Бұл гель для душа екен, достар. Кешіріңіздер. Енді міне қосайын деп жатырмын. Иісі күшті. Осынша жеткілікті. Осынша болады. Енді мен бұған бальзам после бритья. Бальзам после бритья деген осындай қосамын. Осынша жеткілікті. Шамалы қосайын. Енді біз бұған әсемдеуші ретінде осындай кішкене ғана осындай блескилармен араластырып қана қостым. Анда S деген жазулар. Осындайды қосамын. Вот қостым, достар. Енді мен оған кішкене андай не қосайын. Су енді ішінде несі бар міне. Содасы бар. Сода мен су раствор. Енді араластырайын. Өте керемет болып шықты, маған өте қатты ұнап тұр. Сіздерге түсі өте жабық болып көрініп тұр. Но бұл шынымен қарасаңыздар, әше күшті. Түсі өте ашық. Енді біз бұған шамалы цвет қосайық. Еще. Вот, шамалы қостым. Көк көйлек болып шықты міне. Сіздерде қою көк болып тұр, қатты қанық, наяқта вообще не болып тұр, ашық көк болып тұр. Күшті мынандай оюлармен. Осынша. Енді шамалы қосайық. Жаңа растворымызды. Достар, мен ешқандай боракс немесе
тетраборат натрий ондай қоспаймын, өйткені менде ондай жоқ. Только қоссам, содамен судың растворын қосам, және де цветтерді ғана қосам, болды. Мен қазір мынаны көп уақыт араластырып алайын. Содан соң келеміз. Қазір көрсетейін. Вот, достар, мен көп уақыт араластырдым, және шамалы зәуітте етіп келе жатыр. Жаңа кішкене цвет қостым. Вот. Енді бұны қолға алып үйретіп көрейін. Достар, мен араластырып жатырмын, полда, яғни қолға жаман жабысады әзірге. Бірақ шықты, достар. Достар, не бағаным бері істеп слаймды қолға үйретті. Вот мынандай болды қолым. Қолға өте жабысқан әлі. Вот. Бағанадан бері қолым іші талып кетті. Істеп отырып. Короче, жақсы слайм шықты. Міне. Достар, сіздерге бұл видео ұнаса лайк басыңыздар, комментарий жазыңыздар, және де подписаться деген қызыл кнопканы басуды ұмытпаңыздар. Жанындағы колокольчикті де басуды ұмытпайық. Себебі сіз менің шыққан видеомның ең бірінші көрермені боласыз. Сіздермен болған мен Мисс Палнер. Осы видеоны бағалып, лайк басып, комментарий жазып, және де подписаться деген қызыл кнопканы басуды ұмытпайық. Бәріңізді жақсы көремін. Сау.